Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Dream League'да пропуск алатын боламыз. Енді біз 21-ші уровень ба, соған жетіп қойдық бүгін. Пока осындай наградалар бар екенін көрейік. Менде еще скидка болып тұр. Бүгін осыны ұстап қалып, пропуск алып, аккаунтымызды жарқыратып жіберейік. Мен мынаның бәрін аламыз ба деп ойласам үстіміздегі, сөйтсем оны таңдау керек екен. Енді біз өткізіп пропускты 935 ділдаға сатып алайық. A few moments later. Алдық біз пропускты. Енді наградаларды таңдап ең жақсыларын алайық. Пока что мына жерде әрине біз 20 кристалл аламыз, потому что енді өздеріңіз де білетін шығарсыздар, 20 кристалл жинау қиын. Бұл менің дылсыға ең алғаш салған донатым емес. Мен бұрындарда тура осындай пропускты сатып алған болатынмын. Ол туралы видео менің YouTube арнамда бар. Ол видеоны тек олттар ғана көрген шығар. Қазіргі подписчиктерімнен ол видеоны білмейтін шығар. Егер білмесеңіздер, менің профиліме кіріп көрсеңіздер болады. Видеоның сілтемесі описанияға қалдырып кетем. Ал енді біз наградалар таңдай берейік. Әрине біз бұл жерден буст аламыз, легендарный буст. Ал ана аптеканы кейін ала береміз. Мына жерде тоже 25% буст аламыз. Өйткені бұл мына жерде шыққан легенда ойыншыларды білетін шығарсыздар. 4 легенда ойыншыны, әр матч сайын сіздерге 150 сондай событияның затын берсе, мынаны қосқан сайын 250 мүмкін, 300 беруі мүмкін. Береді, сондықтан осындай заттарды аламыз. Енді бұл пропускта айтарлықтай бір таңдап, ойланып алатындай наградалар емес. Бұның бәрін тіпті тегін ақ береді, көп ойнасаңыздар. Енді кристалл, ақшаны бұл жай ғана матч ойнасаңыздар өздері ақ береді. Сондықтан енді бұл жерде кейбір адамдарға бермейтін заттар бар. Легендарный агент деген сияқты, оларды енді кристаллға ғана кристалл құртып алмасаңыздар былай тегін берілмейді. Мына көріп отқандарыңыздай осындай алтын түсті перчатка бар. Және міне легендарный агент бар. Бұл жерден біз әрине легендарный агент аламыз. Өйткені былай логикалық тұрғыдан қарасақ, қазір легендарный агент ашу 375 кристалл тұрады. Сондықтан біз соны аламыз. Енді ары қарай буст, сондай анау-мынау заттарды аламыз. Енді айтып өткендей, бағанағыдай алтын перчатка или алтын техникалық заттарды көтеру, міне осындайлар. Бұрын алтын ойыншыны сатқанда беретін еді. Сосын білмеймін, Dream Leagueға не көрінгенін, кәдімгідей оны қысқартып тастаған болатын. Ол туралы да, олттар білет. Қателеспесем 2020 или 2021-де солай болды. Содан кейінгі Dream Leagueда алтын түсті ойыншыларды сатқанға көк түсті дамытатын заттар беріп кетті. Енді біз осылай жетіп қалыппыз пропусктың соңына дейін. Енді бұл жерде негізі сатып алмасаңыздар да былай дұрыс, бірақ әркім өзі білет. Бір рет сатып алғанға да жақсы, көрсеңіздер болады. Осындай наградалар бар. Және біз бағанағы бір агентті ашайық. Жаңадан шыққан 2025 жылғы ең үздік құрамадан әлі маған ешқандай ойыншы түскен жоқ. Мен әлі қателеспесем 5 сары агент ашып тастаған болатынмын. Енді ешқандай ойыншыны берген жоқ. Өте өкінішті. Испаниялық ойыншы. Бұл жерде енді Педри түсіп кетсе өте қуанышты болатын едім, бірақ түсіреме түсірмеме көрейік. 82 дейді. Бұл жерде явно құрамадан ойыншы жоқ. Ал енді көрейік кімді береді. Испаниялық Вивиан дейтін қорғаушыны берді. Енді бұл ойыншыны кейін сатып жібере салармыз. Бізге қазірше пайдасы жоқ бұндай ойыншылардың. Және состав осындай, бір қорғаушыдан состав не дамып, не төмен түсіп кеткен жоқ. Біз Жапония ұлттық құрамасында ойыншылар жинап атқан болатынбыз. Енді келесі екінші бөлімі жақын арада шығады. Енді күтіңіздер. Оған дейін алдыңғы бірінші бөлімді көрсеңіздер болады. Бізге мынау пропуск алғанға осындай заттар да береді екен ғой. Бірінші рет көріп тұрмын. Енді осыларды да алып алайық. Ендеше видео осындай болды достар. Бүгін біз видеода пропуск сатып алған болатынбыз. Видеоны көрген шығарсыздар. Ендеше келесі видеоны асыға күтсеңдер, лайк басып арнаға жазылып кетіңдер. Қош, сау саламатта.